Сәлем достар, біз бүгін Европадағы ең алып өзен Дунай жағасында жүрміз. 3000-ға жуық шақырымға созылған Дунай Қара теңізге жеткенше Европадағы бірнеше мемлекеттен ағып өтеді. Солардың бірі Мажарстан. Осында Дунай үстінде салынған әсем, керемет көпірлердің әрқайсысы туралы жеке бағдарламаға түсірсек, эфир жетпейді. Сондықтан бүгін біз оданда Еуроодақтағы білім беру жүйесі мен инновациялық даму қалайша жүріп жатқанына іздер салайық. Андрея, танысқаныма өте қуаныштымын. Осы керемет мекеме туралы айтып бересіз бе? Бұл біздің iLab үшін арнайы жасалған кеңсе. Университет шеңберінде біздің стартап зертхана ұлғайып келеді. Жұмыс орындары үлкен әрі ыңғайлы. Креативті стильде жасалған, сондықтан көптеген келушілерді қызықтырады. Әрине, осындай заманауи мекемеде миллиондаған евро инвестиция тартатын стартаптардың қалай дамып жатқаны бізге де қызық. Ендеше кеттік. Білім және IT саласы. Будапешт, Мажарстан. Европалық одақ инновацияларға ерекше зейін салады. Арнайы Европалық инновациялар мен технологиялар институты құрылып, жыл сайын Европадағы 750 жоғары оқу орындарына қолдау көрсетеді. Бұл олардың қызығушылықтары аясында экономикалық стартап жүйесін дамытуға мүмкіндік береді. Ал Будапешт білім, ғылым мен инновациялар орталығы. Мұнда стартап нарығы, ақпараттық технологиялар саласы жоғары деңгейде дамыған. Сондықтан да Будапешт IT бойынша бизнес ашуға қолайлы Европадағы 6 қаланың бірі. Мәселен, бұл шаһардағы ең мықты бизнес-инкубатор орталық Европалық университеті жанынан ашылған инновациялар зертханасы. iLab негізінен қоғамдық жоба, ешбір қаражатсыз құрылған. Бастапқы кезде тәлімгерлер, көмекшілер, факультет тегін жұмыс істеді. Табысты стартаптар құрыла бастаған соң, университет үйлестірушілердің, көмекшілердің ақысын төлеу үшін аз ғана бюджет бөлді. Дегенмен жоба әлі күнге дейін қоғамдық жоба санатында студенттерге, түлектерге тегін қызмет көрсетеді. Бірақ биылдан бастап командалардан 1,5% еңбек капиталын, яғни кәсіпорынның капиталына үлескер болу құқығын талап етеді. Жобаны өзін-өзі тұрақты қаржыландыратын әлеуетке жеткізу үшін барынша тырысып жатырмыз. 5-10 жылда сол мақсатқа жететінімізге сенеміз. Европалық комиссия 2018-2020 жылдарға арналған жалпы бюджеті 2,7 миллиард евро құрайтын бағдарлама арқылы ісін бастаушы инноваторларды, кәсіпкерлерді және шағын компанияларды қаржыландырады. Өйткені жақсы стартап осындай сан алуан идеясы бар жалындаған кәсіпкерлер мен жастардың арасында дүниеге келеді. Ал iLab сол халықаралық ортамен қамтамасыз етеді және стартаптардың әлемдік деңгейдегі мықты компания болып қалыптасуына көмектеседі. Негізінен iLab 2011 жылы қаржы дағдарысы шегіне жеткен кезде құрылған болатын. Сол жылы университет шағын және орта кәсіпкерлікті, стартаптарды дамытуға көмектесетін оқу бағдарламасы қажет екенін түсініп, MBA бағдарламасын енгізген. Бағдарламаны аяқтаған соң, студенттер iLabқа орналасып, түрлі жобаларды тәжірибеден өткізуі тиіс болған. Бірақ 2011 жылы бұл ой іске аспады. Себебі ол кезде стартап жағы дами қоймаған. Сөйтіп, инкубатор негізі қаланды. Мен өзім де дәл сол кезде жобаға қосылдым. MBA оқытушысымын. Кәсіпкерлік курстарына өзім адам жинадым. 2016 жылдың аяғында 7 команда болды. Командалар оқудың алғашқы күнінен бастап, нақты бір салада табысқа жету үшін нендей қажеттіліктер керек, міне соны зерттеп талқылайды. Бұл зертхана бір-ақ жылдың ішінде Мажарстандағы үздік бизнес-инкубатор, акселератор деңгейіне жетті. Себебі университет кәсіпкерлікті ғылыми тұрғыда зерттеген білімді кәсіби мамандардың қызметін ұсынды. Олар командалардың қай бағытта дамайтынын жоспарлайды, қажетті ресурстарды анықтап береді, университетте кәсіпкерлікке кіріспе, кәсіпкерліктің басты қағидалары, стартапқа арналған қаражат, бизнес-менеджмент, бизнес-сараптама сияқты 100-ден астам курс бар. Бизнес-курстардың бағасы магистранттар үшін 12-15 мың евро көлемінде. Кәсіпкерлікте маңыздысы
Қолда бар қаражатты және уақытты құрбан етуге дайын болу. Алдымен өз қаржысымен бастап көру керек. Аяқтан тік тұрғанда, команда инвестиция қабылдауға, үкіметтен көмек алуға дайын болады. Біз командаларға оңай ақшаға құмартпауды ескертеміз. Себебі қаржылай көмекті ерте алудың пайдасынан гөрі зияны көбірек. Іс жүзінде ақша емес, білім, тәжірибе тапшы. Көбісі мықты команда құрудың маңыздылығын түсінбейді. Бізде студенттерге арналған Capstone атты жоба бар. Ол студенттерге айлапта стартаптармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Кейбір стартаптар оларды жұмысқа алады. Өйткені стартаптарда негізінен ресурс жетіспейді. Қазіргі таңда инновациялық зертханада бар жоғы 3 адам 15 жобаны жүзеге асырып, оқу лагерлерін ұйымдастырып үйлестіріп отыр. Innovations Lab стартаптарда венчурлық капиталдың мүмкіндіктерімен дәстүрлі емес қаржыландыру көздерімен байланыстырады. Қаржыны көбейтудің жолдарын іздестіреді. Стартаптарға жергілікті ұйымдармен, халықаралық компаниялармен қарым-қатынас құруға жол ашады. Жергілікті, аймақтық және әлемдік нарыққа шығуды жеңілдетеді. Әлеуетті тұтынушылармен таныстырады. iLab'тың ең сәтті жобаларының бірі Talkabot. Бұл компанияның негізгі өнімі клиенттермен қарым-қатынасты автоматтандыратын чатботтар. Тапсырыс берушілер тұтынушылармен қарым-қатынасты сандық ортаға көшіріп, автоматтандырғысы келеді. Біз ең алдымен қажетті мүмкіндіктерді анықтаймыз. Қайталана беретін әрекеттер тізімін жасаймыз. Сосын чатботтарды құрастырамыз. Оларға бірегей келбет береміз. Осылайша, адам ақылының көмегімен бар жұмысты чатботтар атқарады. Негізінен шағын және орта бизнеске, халықаралық компанияларға қызмет көрсетеміз. Қазіргі таңда компанияда 50 адам жұмыс істейді. Таяуда жекеменшік сектордан 2 миллион евро инвестиция алған. Компанияның ұраны чатботтар ешқашан ұйықтамайды. 24 сағат 7 тәулік бойы 100-ден астам тілде қызмет көрсетеді. Чатботтар гибрид. Сұрақтардың 90%-не дұрыс жауап береді. Біз алдымен белгілі бір сұрақтардың жинағын жасаймыз. Сосын күн сайын түсетін жаңа сұрақтар мен жауаптардан мәлімет қоры байиды. Сөйтіп чатботтар ақылды бола түседі. Шынын айту керек, шағын компанияларға чатбот қолайлы емес. Өйткені сирек қойылатын сауалдарды автоматтандыру қиын. Ал ірі компаниялардың құпиялық мәліметтерді қорғау, интеграциялау саясаты қатал болғандықтан, чатботтары да мықты болады. Қызметкерлері кешке үйлеріне кетеді, кеңсе жабылады. Ал клиент қажетті сұрағына кез келген уақытта жауап алады. Нәтижесінде компанияның атақ беделі артады. Сондай-ақ үкіметтің қоғаммен тілдесу жылдамдығын шапшаңдатады. Мысалы, үкімет бір бағдарлама жарияласа, сұрақ көбейеді. Кадр жетіспесе, чатботтар көмекке келеді. Бұл компанияның барлық салада серіктестері бар. Сингапурда кеңсесін ашқан. Азия елдерімен Польша, Солтүстік Европамен қарым-қатынас орнатуды жоспарлап жүр. Болашақта жасанды интеллект, дауысты пайдалану, түрлі тілдердегі мәтіндерді өңдеу бағытында жұмыс жасауды қолға алмақ. Европалық одақпен қаржыландырылған сәтті жүзеге асып жатқан тағы бір жоба қала келбетін көгалдандыруға бағыт беріп көмектесетін Fizi жобасы. Ол қаланың жоспарын жасайтын мамандарға, ландшафт, сәулет саласының қызметкерлеріне нұсқаулық боларлық құрал. Шаһарды жоспарлау барысында саябақтарды, жасыл шатырларды қайта қалай орналастыру керектігін анықтауға жәрдемдеседі. Fizi алғашқыда ғылыми зерттеу түрінде басталған. Зерттеу жобасының мерзімі 5 жыл. Fizi'ді дамытып, өміршең кәсіпорынға айналдыру үшін тағы 2 жыл қажет. Ол үшін қосымша қаражат керек. Бәлкім, қала жоспарлау саласында жұмыс жасайтын компаниялармен біргетін шығармыз. Қазір бастапқы сатыда зерттеуге бөлінген қаражатты жұмсап жатырмыз. 2020 жылдың күзінде жобамызды сынақтан өткіземіз. Сондай-ақ, өнімді коммерцияландыру бағытында ұсыныстар ойластырып жүрміз. Қазіргі таңда жобаның құқықтық мәселелері, даму бағыты талқыланып, команданың біліктілігі реттеліп жатыр. Келесі кезеңде ландшафт, сәулет саласындағы дизайнерлерге арналған бағдарламалық қамсыздандыру өнімі жасалады. Ол қала жоспарлауда тек ғимараттардың архитектурасын, орналасуын ғана емес, табиғатты да негізге алуға қатысты шешімдерге ықпал етеді. Яғни ағаштардың, судың тіпті батпақтың қала құрылысына кіріктірілуін назарда ұстайды. Елестету маңызды компонент. Ол барлық адамға тән. Сондықтан біз қарапайым адамдар үшін арнайы қосымша жасамақпыз. Ол мысалы, үйдің бір қабырғасын жасыл желекке орап көруге мүмкіндік береді.
сосын өзіңіз армандағанда елестетіп аласыз да кәсіби маманға барып, міне маған осындай жобада жоспарлап бер деп айтасыз. Валху Мажарстанның мемлекеттік инновациялық стартаптарды қолдау агенттігі жүзеге асқан Дио жобасы баланың дамып жетілуі туралы ата-анаға балабақша тәрбиешісіне ақпарат береді. Бұл құралды жасау 2012 жылы басталып, 2016 жылы ғана дайын болған. Қазіргі таңда оны Мажарстандағы мыңдаған бала қолданады. Құралды бала пайдаланған кезде ата-анасы, мұғалімдері, тәрбиешілері, психологтары оның мінез құлқындағы ауытқушылықтарды, өзгерістерді, даму барысын бақылай алады. Айтпақшы, өзімнің зайыбым да балабақша тәрбиешісі. Құрал патенттелген. Ендігі мақсатымыз білім министрлігінің қолданысына енгізу. Құны 2000 еуро. 2-3 балалы отбасылар сатып алады. Толығымен Мажарстанда өндірілген. Бұл құралда 6-7 ойын бар. Негізінен бала қызығып ойнайтын психологиялық менталдық тесттер. Сосын олардың ойын нәтижесі талданады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл смартфон сияқты емес. Мынадай үлкен құрал. Ішіне компьютер орнатылған. Интернетке қосылған. Балаларға қатты ұнайды. Мынау орхидея, жаңа өнім. Бізге өте ұнайды. Арнайы лампаның көмегімен түнде жанып тұрады. Бұл жергілікті кәсіпкер Ричард Кун 5 жыл бұрын қараңғы жерде жанып жарқырап тұратындай өсімдіктерді арнайы өңдеу әдісін ойлап тапты. Бұл люминесцентті гүлдер кез келген жарықтан, мысалы күннен, шамның жарығынан қуат алады. Әйнек ішіне салынған бұл гүлдің әр түрлі түстері бар. Жоғарғы жағында батырмасын басса, ішіндегі лампа гүлді 2 секунд зарядтайды да, гүл 1 минут бойы жанып тұрады. Қараңғыда алғашқы 4-5 минут бойы флуоресценттік жарық күшейеді. Артынан фосфоресценттік жарық әлсірейді. Сондықтан гүл 2 түрлі жарық таратады. Қайта зарядтаса 30 минут бойы жанғаннан кейін түні бойы таң атқанша көмескі ақ жарық беріп тұрады. Таңертең күн сәулесінен, тіпті күн бұлтты болса да, күндізгі жарықтан қуат жинайды. Үстіне телефонды қойып та қуаттауға болады. Ричард Кунның бұл инновациялық жобасы Design Awards жүлдесін алған. Жанатын гүлдер ешқандай ерекше күтімді қажет етпейді. Технологияны жыл сайын жаңартып жетілдіріп отырады. Бүгінде оның компаниясында 6 түрлі түсте жанатын бірнеше өрім бар. Бұл технологияны негізінен ұзақ уақыт сақталатын гүлдерге, ағаштарға, өсімдіктерге қолданады. Біздің материалдың құрамы күрделі. Онда 420 түрлі компонент бар. Өте табиғи және улы емес. Сондықтан да оның көшірмесін жасау қиын. Оның үстіне серіктестерді де өте қатал талаппен таңдаймыз. Қазір бірнеше халықаралық жобаны жүзеге асырдық. Біздің өнімді сатып алғандардың мамандарын өзіміз оқытамыз. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласын безендіру үшін біздің технологияны сатып алса, өзіміз барып мамандарды оқытып кетеміз. Бүгінгі таңда Мажарстанда 10 000 гүл саттық. Польша 100 000-даған флаватарға тапсырыс берді. Біздің компания бір демде 500 000 өсімдікті жанатын түрге айналдыра алады. Бірақ оны кім сатып алады? Мәселе сонда. Ричард Кунға Нұр-Сұлтан қаласындағы құрылыс компанияларынан да ұсыныс түскен. Енді елордада салынып жатқан үйлердің сырдың, жаяу жүргінші жолын флаватар материалдармен әрлеу туралы келіссөздер жүргізіліп жатыр. Ричард Кун да iLab'дағы бизнес инкубатордан шыққан кәсіпкер. Бұл ғимарат бұрын кітапхана болған. Қазір қақ ортасында коворкинг орталығы орналасқан. Онда жұмыс істеуге ыңғайлы 75 орын бар. Түлектерге арналған арнайы бұрышта өте әдемі. Төбесінен табиғи күн сәулесі түсіп тұрады. Біздің мақсат білім алмасуға, бірігіп жұмыс істеуге қолайлы орта қалыптастыру. Сондықтан командаларға жағдай жасаймыз. Жалпы байқағаным, сіздер тек сандық технологиялар ғана емес, тамақ, жеңіл өнеркәсіп саласындағы жобаларды да қолдайсыз. Студенттер сол үшін біздің лабораторияға жүгінеді. Бұл әрине жаһандық үрдістің көрінісі. Біз дамытатын әрбір жобаның ең әуелі әлеуметтік жағынан әсері болуы тиіс. Апсорайс азық-түлік компаниясы да iLab зертханасының сәтті жобаларының бірі. Халықаралық деңгейге көтерілген. Вегандарға арналған протеинді батончиктер мен ұнтақ дайындайды. Кірісі мол, тіпті мемлекеттің өзі инвестиция бөлетін табысты компания. Өнімге жаңа қаптама жасадық. Кәсіби дәрежеге жеттік. Біздің брендтің саудасы қызып тұр. Amazon үшін жаңа бренд жасаумен айналысып жатырмыз.
Сондай-ақ осы ғимаратта киім тігетін әлеуметтік кәсіпорын бар. Бұл да зертхананың қолдауымен іске асқан идея. Жағдайы ауыр тігіншілерге көмектеседі, оларды оқытады. Бұл әлеуметтік кәсіпорында премиум сапалы киімдер тігіліп, ірі компанияларға сатылады. Дизайнды компьютерде жасайды. Яғни клиенттің дене өлшемін алған соң, оны компьютерге салады. Ал тұтынушы сайт арқылы өз киімін өзі бақылап, үлгісін жасауға атсалысады. Бұл жобаның мақсаты біріншіден тігіншілерді оқытып, жұмыс беру. Сөйтіп, елімізде ұмыт болған ата кәсіпті жаңғырту. Екіншіден, сапалы киім өндіру. Мажарстанда әлеуметтік мәселелерге басымдық беріледі. Қазіргі мұнда қолға алынып жатқан жаңа жоба автомобильдерге қатысты. Елдің батысында орналасқан Залазона атты арнайы автожобаларды сынау және бақылау орталығы дамуда. Бұл өте қажет жоба. Автомобильдерді тұраққа апаратын жүк көліктерін жасаймыз. Яғни, көлікпен келген жүргізуші түсіп қалады. Ал жүк көліктері оның көлігін тиеп алып, тұраққа апарып қояды. Меніңше, ғылым мен технологияның көмегімен көліктер өзара ақпарат алмасатын күнге де жетеміз. Бұл жоба жүзеге асқан соң бүкіл алаңның сыртында сағатына 200 км жылдамдықпен жүруге арналған тестілеу жол торабы салынады. Бизнес-инкубатор биыл басқа елдер үшін де ашық, қатысу үшін қарқынды оқу бағдарламасын меңгеру керек. Қазақстаннан әзірге қатысып жатқан ешкім жоқ, бірақ Мажарстанда білім алып жатқан қазақ жастары баршылық. Қазіргі таңда олардың саны 200-ге жуық. Солардың бірі Мадина Қарсақбаева. Қазір ол Будапештте әлемнің ең мықты жоғары оқу орындарының қатарына енетін Этваш Лоран университетінде докторантурада оқып жүр. Мадинаға Европаға жол ашқан атақты Erasmus Mundus бағдарламасы. Мен Алматыда туып өстім. Қазір докторантура бағдарламасы бойынша бірінші курсты бітірдім. Erasmus бағдарламасын мен кездейсоқ интернет ғаламтор арқылы таптым. Сайтына кіріп, қандай құжаттар керек екенін біліп, содан соң IELTS деген экзаменді өткізіп, бірінші рет бірден жақсы нәтижені алып, интернет арқылы, ғаламтор арқылы бәрін өткіздім. Онша қиын да болған жоқ. Бірінші рет болды да Erasmus Mundus. Содан кейін бірден түсіп кеттім. Менің оқыған бағдарламам ол 3 мемлекетті оқуға мүмкіндік берді. Сол үшін ең маңызды университет ол Ұлыбританияда, Лондон қаласында Roehampton University деген өте әйгілі үлкен университетті бітірдім. Сонымен қатар Норвегия мен Чехия мемлекеттерінде 3 айдан біз оқыдық. Мадина Будапештте мүгедектігі бар адамдарға барлық жағдай жасалған және оларға қоғам ашық дейді. Осы Европада жүргенде мен күнделікті өмірде осы арбамен, коляскамен жүргенімді ұмытам. Адамдар оған көңіл бөлмейді. Адамдардың, мұғалімдердің болсын, достарымның болсын, барлық адамдардың, олар бірінші мені адам ретінде, менің басқа мінезім, бір қасиеттерімді бағалайды. Кішкентай баладан бастап, мені әр сайын автобуста болсын, көшеде болсын, көрген адамдардың ешқайсысы жаман көзбен қарап, маған бұлай, олай жасамайды. Олардың бәрі амандасып, ашық, күліп, адамға жақсы сезім береді, осының бәрі. Осы теңдік маған өте қатты күш береді. Айта кетейік, Еуроодақтың Erasmus Mundus бағдарламасы арқылы 100-ден астам қазақстандық Еуропаның ең мықты университеттерінде оқуда. Мадина арбада отырса да мүмкіндіктің шектеусіз екенін дәлелдеген жан. Ол ағылшын, түрік тілдерін жетік меңгерген, инклюзивті білім беру мәселесін зерттеп жүр. Адамдардың көзқарасы сол туралы соны жою үшін, негативті стигма, стереотипті жою үшін бағдарламалар жасау мемлекеттік деңгейде. Сол бағдарламаларды мектептерде, университеттерде, балабақшаларда дамыту. Екінші бағыт ол мұғалімдермен жұмыс істеу барлық деңгейде. Одан басқа балалармен, сонымен қатар отбасылармен, екі жақтағы отбасылармен. Жақсы идеяң болса, сол идеяны әлемнің кез келген жерінде кем дегенде 1000 адам ойластырып жүргеніне сенімді бол. Идеяны бірге ететін не? Идеяға деген көзқарас.
команда құр. Қандай ресурс керек екенін анықтап ал, тап. Сосын идеяны қалай іске асыратыныңды ойластыр. Бизнес бастайтын кез келген адам қайтарым, қолайлы орта табу керек. Ондай орта білім мен көмек бере алады. Егер бір сәтсіздікке тап болсаң, қай тұста жеңгеніңді, қай тұста сүрінгеніңді түсінуге тырыс. Қайтадан ұмтыл. Жұмысыңды бұрынғыдан да жақсырақ істе. Инновация көзқарастары ұқсас, белгілі бір идеяны жақтайтын. Сол идеяны ысырып қоймай, жарыққа шығарып, өнімге айналдырып, қызмет ойлап тауып, нақты пайда келуге ұмтылатын адамдардың ортасы. Ол орта адамды ынталандырады, демеу береді. Erasmus бағдарламасы ол ең үлкен сый деп айтуға болады. Erasmusты бітірген мемлекеттік өкілмен біз қосылып, интернет арқылы вебинар жасадық. Келешекте Erasmusке көбірек Қазақстаннан балалар барсын, осы бағдарлама туралы білсін, біздің өзіміз қалай нені өткенімізді сонымен бөлістік. Erasmus Mundus бағдарламасы маған үлкен сенім мен кәсіби өміріме жолдама берді. Кішкентай кезімнен мен қоғамға бірдеңе жасауым керек деп сондай оймен шығармалар жазғанмын кішкентай кезімде, мектеп жасында. Мен өзімді космополит деп санаймын да. Сонымен сіз керемет презентация жасағыңыз келсе, Prezi қосымшасына жүгінесіз. Онлайн тікелей эфирде контент орналастырғыңыз келсе, Ustream пайдаланасыз. Аталған стартаптардың екеуі де осыдан 10 жыл бұрын Будапешттен тарихы бай орталық Еуропадан жолдама алған болатын. Бүгінде Мажарстан білім беру институттарының кең ауқымы, жоғары білікті мамандары, инновацияға инвестиция тартатын жетекші мемлекет. Осындай зор шабыт беретін ортада мен де бір қызықты мобильді қосымша шығарсам ба деген ой келуде. Келесі көріскенше.